Егер әйел басында патшасыз болса, онда оның патшасы әлі туылмаған. Түркілік қоғамда әйелдерге кең құқықтар берілген. Олар мемлекеттік істерге белсене араласқан, тақтың мұрагерін ана тәрбиелеген. Әйел ана бір қолмен бала тербетсе, бір қолмен әлемді тербетеді. Өмірлік сұрақтарға келгенде ер адам берік, қатты болғанмен өзінің әйеліне жұмсақ болуы керек. Кейбір уақытта әйел адамдар аман қалу үшін мыстан болуы керек. Табиғат әйелге былай дейді: қолыңнан келсе сұлу бол, қаласаң дана бол, ал саналы, ақылды болуға міндеттісің. Сұлу әйел алған өмір бойы қарауыл болып өтеді. Бай әйел алған өмір бойы құл болып өтеді. Сізді талқылағыңыз келсе ер адамға, жүзеге асырғыңыз келсе әйел адамға барыңыз. Басқарудағы туған мәселелерді түсінетін әйел, ел басқарудағы мәселелерді де түсінеді. Әйел табиғатының өзі осындай, тиым салынған тамырдың дәмін татып, әбден құмарынан шыққанша қинала беруге жаратылған. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла бастаған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса әлің жетпес, тірлікті бастамауың керек. Ерден бағы жанбаған әйел ғарып. Ешкісі семіз қойы арық мал сорлысы, топырағы сортаң су ащы жер сорлысы, әйелі семіз ер арық ел сорлысы. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Ер адамның өмірінде бір-ақ әйел болады, қалғандары сол әйелдің көлеңкесі. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Мен бүкіл әлем әйелдері үшін киім тігіп шығардым, ал олар келіп жалаңаш жүруге тырысады. Барлық әйел сұлу болып тумайды, ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жайғаны ақымақ болғаны. Әйелдер үшін киініп өзара бәсекелес дейді. Ол рас, бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбес те еді. Жаман әйел ер қадірін білмес. Жаман еркек жар қадірін білмес. Жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес. Жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Әйел адамды әдепсіздік құртады. Таранбаған әйелде бір мекиеннің, таранған әйелде екі мекиеннің миы бар. Шын сүйе білетін барлық әйел патшайым. Кез келген әйел махаббат жолында ерлік жасауға қабілетті. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлуырақ көрінетін әйелге жау келеді. Әйел шынымен жылап алса ажарланып кетеді. Әйел 40-қа келгенше өңім бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Жақсы әйел ұл туса патшадан болмас кемдігі. Нағыз еркек екі нәрсені ұнатады: қатер және ойын. Қатерлі ойыншық болғандықтан ол әйел затын сүйеді. Нағыз еркекте ойнағысы келетін жасырын бала болады. Олардан баланы тауып алыңыздар, әйелдер. Мен үшін ең қиын соғыс әйелім Оливиймен болған соғыс. Қоғамның әйелдер секілді бір ғана құқығы бар, ол басқаруға бейім болу. Ерлер 4, ал әйелдер 6 сағат ұйықтауы керек. Одан артық тек балалар мен пессимистер ғана ұйықтайды. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Жаман әйел жақсы еркектің соры. Тон бітпеске тон бітсе қағу менен тоздырар. Жаман әйелге хоң бітсе ер жігітін аздырар. Саясат пердесін жамылғанмен саясатқа сия бермейтін жайларды түсінуге әйел ойы зерек келеді. Әр әйел әр үйдің шырағы. Жаман әйел жігіттің тайдырады табанын, тар қылады заманын. Жақсы әйел жігіттің жақсы қылар жаманын, ұшқыр қылар шабанын.
Жақсы әйел жігіттің кесектен соққан кентіндей, сары майға былғаған алуа шекер жентіндей. Әйел қызметкерде, қайраткерде болуға міндетті шығар, алайда ең алдымен ана болуы тиіс. Әйелді қаншалықты қатты жақсы көрсек, соншалықты жек көруге де бейімбіз. Ер жігіт ел жұртының панасындай, жақсы әйел әмма жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрін де өз баласындай. Жаман әйел алғанның жау үйінде, жақсы әйел алғанның той үйінде. Әйел еркектен кейін өледі, өйткені үнемі кешігіп жүреді. Мен әрқашан жақсы әйел қорқынышты фильм сияқты болуы керек деп айттым. Қиялға көбірек орын қалса, соғұрлым жақсы болады. Махаббат бұл көпір партиясы, онда бәрі жарқырайды. Ер адамдар жеңу үшін, әйелдер жоғалмау үшін. Ең қайырлы кісі бала шағасына және әйеліне көп пайдасын тигізетін адам. Алыс болса алған жар, ханым емей немене, жайлы болса мінезі, жаның емей немене. Жаман болса жолдасы, әйелдің түскен торы да, шыға алмайтын мұңлықтың қазылған терең оры да. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланың қош көрмейтіні талақ, некелі әйелдің тастау. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады, ақылсыз әйел бұзылса көп ақша табады, дейді. Аллах ерлерге халал табыс, әйелдерге адал намыс берсін. Еркек қанша тақуа болып, иманды үйге алып келсе де, әйел долы болса есіктен кіргізбейді. Әйелдің екі аты болған кезде шынымен бақытты. Біреуі сүйікті, екіншісі ана. Ана болу маған адам тұрғысынан, әйел тұрғысынан барлық жағынан көп нәрсе берді деп санаймын. Ер адамның жәннаты оның анасы, ал әйелдің жәннаты күйеуі. Әйелдің өз балаларын үйретіп, өсіруге ұмтылуы қанында бар, және оған мұнымен бірге осыған сай қабілеті бар. Әйелдің қартаюы өмірлік трагедия. Ат жетім өрен жүйрік шабылмаған, құс жетім саятшысы шабылмаған, әйел жетім өзінің теңін тауып қосылмаған. Тірі жан атаулыда әйел тек әйелден ғана қорқады, қорққанда да ақылдысы мен сұлуынан. Әйел бақытты, сүйген жарымен жан дүниесін жарып шыққан балаларымен бірге өмір сүру. Әр қазақ қызына осындай әйел бақытын тілеймін. Әйел адам өмірге келгеннен кейін парызы жар атану, екіншісі бала сүю, ана атану.